Ротенмайя ханым керек жарақтарды әкелу үшін қыстаққа кеткенде, атай мен қыздар тауға серуендеуге бел байлады. Ол қайтып келгенде үйде ешкім болмады. Ротенмайя ханым уайымдап оларды іздеуге кірісті. Алайда ол қатты дауылға тап болып, тауда адасып кетті. Уайымдама, Клара. Ол қайда болу мүмкін? Ротенмайя ханымның көзілдірігі. Мүмкін өзен жақта болар. Бәлкім анау тұрған үңгірде түнеген болар. Ротенмайя ханым! Аделайда. Көпір құрылысы. Онда қанша уақыт боласыз, ханым? Көп уақыт алмас. Ойымша, Мейнфилдте көзілдірігімді бір түнде жөндеп беруге тиіс. Сондықтан ертең түннен қалмай қайтып келем. Жақсы, пойызымды жіберіп алмайын. Аделайда, Клараға өзің бас көз бол, жарай ма? Саған үлкен жауапкершілік артам. Саған сенемін. Әрине, ханым. Абыржымаңыз, тәртіпті боламыз. Тентек болмаңдар. Әйтпесе Аделайданың атасы не істеу керектігін біледі. Көрдіңдер ме? Мынаны ал, керек болып қалар. Рахмет, мырза. Жақсы, ал енді жылжиын. Ертең түнде қайта қауышатын боламыз. Сәлем! Қайырлы таң, қайырлы таң. Ханым. Сендер таң атпай есігімнің алдында не істеп тұрсыңдар, а? Есімім Вольфганг Фербер. Осы қыстақтың әкімімін. Қарсы болмасаңыз, сізбен сөйлессем бе деп едім. Сізге не керек? Енді сізбен көпір жайлы сөйлесуге келдік, аға. Қайди, қане үйге кір. Және есікті жауып қой. Қандай көпірді айтасыңдар? Ол жер жаман орын қой. Олай айтпай-ақ қойыңыз, аға. Енді қалай? Қыстақ әкімшілігі көпірді аяқтағаныңызды қалайды. Сондықтан сол жайлы сізбен сөйлесуге келіп едім. Тыңдап тұрмын. Бұл көпір Алқап пен таудың Италия жағын байланыстыратын, қыста жабылып қалмайтын жалғыз жол болып табылады. Сауда жақсы дамитын болады. Бірнеше кәсіп көздері ашылып, бүкіл мына біздің қыстаққа орасан зор пайдасы тиетін болады. Маған сеніңіз. Қыстақтағы кәсіп мені қызықтырады деп ойлайсыңдар ма сендер? Көпірді бастап салған өзіңіз, аға. Тәжірибелі ұста болғандықтан бұл жұмысты өзіңіз аяқтағаныңыз жөн. Кешір, Ганс. Олай жасай алмайым. Біле білсеңдер, бұл көпір отбасыма көп зиян шектірді. Кешіріңдер. Басқа бір өтен өтініңдер. Мырза, қолыңыз қойылған келісім шартқа не айтасыз? Қандай келісім шарт? Мұнда айыппұл тармағы жазылған. Бастаған ісіңізді жалғастырудан бас тартқандықтан, мұны қолдануға мәжбүрміз. Мұнда соңғы 6 жылды қоса есептегенде, жасаған жұмысыңызға кеткен қаражатты толықтай қайтарып беруіңізге тура келеді. Мұны мен не айтқыңыз келеді? Үйіңізді сатсаңыз ғана қарызыңыздан құтыларсыз, аға. Үйді ме? Қандай үйді? Жақсы ұсыныс әлда. Ол да жеткіліксіз болады. Өткенді ұмыта алмайтынымыз өкінішті. Алайда бізге бұл көпір керек, аға. Өтінем, көмектесіңіз. Жарайды, оны аяқтаймын. Рахмет, аға. Рахмет, мырза. Ендеше көпірді аяқтайтыныңыз жайлы одаққа хабарлаймын. Кетіңіздер, дәл қазір.
болып жатыр? Бәрі дұрыс па, ата? Атқаратын шаруам бар, Хайди. Кейінірек сөйлесеміз. Ата? Жоқ, кері қайт. Сәлем, Сәлем, қош болыңыз. кері қайт. Кетпе! Тоқта! Жоқ! Ата, жағдайыңыз дұрыс па? Бәрі дұрыс. Қане, ұйықтаңдар. Оған өзі не болып жүр? Білмеймін, бірақ бұл маған ұнамайды. Мен сендерге ұйықтаңдар дедім ғой, қане. Ата, Питер келгенше ешкілерді сауып біттім. Егер тағы біраз ұйықтағанымызда бүгін сүтсіз қалар едік. Қайта Чиппи оятып жолымыз болды. Ата, түнде қорқынышты түс көрдіңіз бе? Айтыңызшы. Жоқ, көрмедім. Айғайлағаныңызды естідік. Әкімнің көпірді аяқтауыңызды өтінгенін ойлап жүрмісіз? Ол көпірді ешқашан ұнатқан емеспін, Хайди. Үйді жөндеуден өткізгім келген еді. Ыңғайсыз уақытта өтінді. Бар болғаны сол. Үйдің қай жерін жөндемексіз, ата? Маған бәрі дұрыс секілді. Үнемі жөндейтін бір нәрсе болады, Хайди. Мұндай үйлер қыс мезгілінен кейін тексерісті талап етеді, түсінемісің? Жа, доғарайық. Жұмысқа кірісуім керек. Оған не болғанын түсінбедім. Бүгін маған жаттығуға көмектесесің бе? Әрине, Клара. Ата не істеп жүр? Hey! Әке! Қош болыңыз. Атай, Тоқта. жағдайыңыз дұрыс па? Жақсымын. Бара бер, Питер. Мені жалғыз қалдыршы, Питер. Өтінем. Жық, Жағдай тәуірмеді. мен кеткенде тәуір болатын. Алайда мені қорқытып жіберді. Әкім келіп көпірді аяқтауын өтінгелі бері атам мүлдем өзгеріп кетті. Ол қазір көп сөйлемейді. Ал түнде қорқынышты түс көріп, ұйықтап жатып айғайлады. 6 жыл бұрын көпірдің құрылысын неліктен тоқтатқанын білемісің? Отбасына ауыртпалығы келгенін айтты. Қыстақтағылардың көпір жайлы айтқандарын естігемін, бірақ нақты не болғанын білмеймін. Оны әжей білу керек. Ол бүкіл өмірін осында өткізді ғой. Табылған ақыл, әжейден сұрап көрейікші. Жарайды.
Бірақ ешкілерді қораға қамап қояйын. Кешкісін келіп алып кетем. Кеттік. Өтінемін, әже. 6 жыл бұрын көпірде қандай жағдай болғанын білесіз бе? Кішкентай сұлуым, оны балалардың білмегені дұрыс. Бірақ, әже, атам сонда барғалы бері өзін жайсыз сезініп жүр. Оған көмектесуім керек. Ол көпірді атаң әкең Табайыспен бірге салып жатқан. Тамыз айының 23-ші жұлдызы болатын. Кеше болғандай бәрі есімде. Үйдің алдында отырған едім. Ол кезде көздерім көретін. Атаңның Табайысты көтерген күйі көпір жақтан келе жатқанын көрдім. Ол оқыс жағдай орын алды деді. Сол күні әкең дүниеден озды, қымбатты Хайди. Өміріміздегі қаралы күн болды. Бірақ әкем қалай көз жұмды, әже? Атаң ол жайлы ешкімге айтқан емес, Хайди. Кешір. Бар білерім осы. Жағдайың дұрыс па, Хайди? Бәлкім көбірек ақпарат табармыз. Қыстақтағы үйде атамның жасырған естеліктері бар шығар. Бір нәрсе табуымыз керек. Рахмет, әже. Атамның жағдайының дұрысталуына көмегі тиіп қалар. Солай болуын мен де тілеймін, кішкентай періштем. Не істемек ойың бар, Хайди? Терезамен тартысып шатырға шыққан күні ескі сандықты көргенмін. Бәлкім содан табармыз. Питер, мен бір нәрсе таптым. Мәш саған. Мынау не екен? Бұл камера ғой. Негізі мұнымен бейнені шыны тәрелкеге салып, сосын қағазға басып, суретті шығарасың. Мынаның ішінде сурет болуы керек. Ата-анаммен бірге түскен суретім. Мынау анам Аделайда, ал мынау әкем Табайыс. Әдемі сурет екен. Я. Ал мынау Дед әпкем. Оның мұнда тұрғанын білмеппін. Мына сурет осы үйде түсірілген секілді. Қараңдар. Сол көпірді салып жатқандағы суреттер ғой. Мұнан қараңдар. 1880 жылдың тамыз айының 23-ші. Оқыс жағдай орын алған күн ғой бұл. Сол күні онда Ганста болыпты. Жоқ, бармадым. Онда мына суретті қалай түсіндірерсіз, Мен тек шегелермен бұрмаларда барып бергенмін. Оқиға болған күні мен кетіп қалдым. Ештеңе көрмедім, кешіріңдер. Ол жерде болғанымыз рас. Суретті мен өзім түсіргенмін. Бірақ біраздан соң бейшара Табайысты көтеріп жүгіріп келе жатқанын көрдік. Барбел, айтпа. Кешір, Хайди. Алайда бүкіл қыстақ сенен жасырған шындықты білер сәт туды. Қандай шындық? Әкең атаңның кесірінен қайтыс болған. Кешір, Хайди. Жоқ, өтірік айтасыз. Хайди! Хайди, тоқташы, өтінем!
Не істеп жүрсің сен мұнда? Ата! Саған не болған өзі? Олар әкемнің өліміне сізді кінәлі дейді. Хайди. Сол себепті қорқынышты түс көрдіңіз бе? Сол себепті көпірді аяқтағыңыз келмей ме? Әкемнің өліміне сіз кінәлі емессіз. Мүмкін емес. Хайди, мені кешір. Сонда олардың айтқандары рас па? Сіз кінәлісіз бе? Иә, рас. Хайди! Хайди! Жоқ! Хайди! Қызым менің. Хайди! Сен туылғанда анаң, әкең және мен қыстақтағы үйге көшкенбіз. Әкесі секілді мектепті ұнататын болады. Және атасы секілді. Солай емес пе, әке? Мен үшін Табайаспен бірге жұмыс жасаудан артық маңызды шаруа болған емес. Жолдастар, құрылыс тақтайлар мен бөренелерден салынады. Мүмкіндігінше металл қосуға тырысамын. Қыстақ тұрғындары көпір салып беруімізді өтінгенде қатты қуанғанбыз. Жақсы табыс көзі болады. Ганстың сөзіне мән берме. Барлығы ойдағыдай болып келе жатқан еді. Алайда жақсылықтың артында бір жамандық та болады. Әке, біз бір шешімге келдік. Қалаға көшеміз деп шештік. Сен мұны мен не айтқың келеді, Табайас? Әкең сені және анаңды алып қалаға кеткенін қалайды. Заманға сай өмір сүргісі келеді. Мен әлі де әкеңмін. Мен не десем, сол болады. Ұқтың ба сен? Сол күні қайта керісіп қалған соң, Табайас көпірге қайта барады. Әлсіз тақтайға қадам басып қалған ол, байқамастан төмен қарайды. Жоқ! Оны құтқарғым келді. Бірақ қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Алайда құлап кет. Жоқ! Содан анаң төсек тартып жатып қалды. Әкеңнің өлімі жанына қатты батып. Қайғыны көтер алмаған секілді. Егер көп керіспегенімізде, мүмкін әкең әлі тірі болар ма еді? Содан соң қыстақтан кетіп, қазіргі үйімізге қайтып келдім. Өзіме қыстақтағы үйге бармаймын деп сөз бердім. Бұл көпір жаныма жақын адамымды алып кетті. Солай қызым. Бұл оқыс оқиға болды, ата. Тақтайдың сынғанына сіз кінәлі емессіз. Қолыңыздан келер шара болмаған. Сізді енді ешқашан тастамаймын, ата. Мынаны қараңызшы. Мына суретте тым жас екенсіз. Мынаған қараңыз. Сен туылғанға дейін түсірілген сурет қой. Әкең жәрмеңкеге арналған алғашқы жұмысын аяқтаған кез еді. Жетпейтін шығармын деп ойлаған едім. Шаршап кеттім. Қалай барып қайттыңыз? Көзілдірігіңізді жөндеттіңіз бе? Иә, қалаға баруымның басты себебі осы еді ғой. Мені сағынбадыңдар ма? Әрине сағындық, ханым. Тамаша, себебі мен де сендерді сағындым. Көзілдіргім дайын болғанша біраз зерігіп кеттім. Сонымен, Аделайда, маған айтарың бар ма? Маңызды ештеңе айтпаймын, ханым.
Біздің тауда 1-2 күн болғанымыз болмаса? Кері қайт. Тоқта деймін. Тоқта. Тоқта. Қайди. Қайди. Қайди.